Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге учпучмакты көрсетпекшімін. Ол үшін мен видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Егер де біздің канал ұнап жатса, бізге тіркеліп лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге керек 50 грамм сұйық май, 100 грамм қант, 50 грамм жылы сүт құямыз, 100 грамм жылы су құямыз, қасықтың ұшымен тұз саламыз және 1 қасық трош салып араластырамыз. Сұйықтығымыз үстіне 2 кесе немесе 3 кесе ұн салып қамыр иіліп шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болу керек. Қамырымызды иілеп болдық. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Біз енді оны қамырды тындырып, көтерілгенше күтеміз. Қамыр өте нәзік, жұмсақ болып көтерілді. Көтерілген қамырымызды біз осылайша бөліктерге бөлеміз. Біздің жасағалы жатқан учпучмагымыз үйде табылатын азық-түліктерден, картоп, ет, пияздан. Сондықтан сіздерде жасап көрулеріңізге болады. Өте оңай, қарапайым рецепттерден. Бөліктерге бөлінген қамырымызды біз осылайша домалақтап аламыз. Барлық бөлікті біз домалақтап болдық. Енді салмасына келеміз. 200 грамм етті қолданмен турадым. Үстіне 150 грамм пияз саламыз. Және 150 грамм картошка саламыз. Ас қасықтың жартысын саламыз. Татымына қарай қарабір немесе кішкентай сұйық май қосамыз. Салмамыздың барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Біз домалақтарды осылайша ашып, үстіне салмамызды саламыз. Осылайша біз бүгеміз, ортасына тесік қалдырамыз. Осылайша видеодағыдай ортасына тесік қалдырып бүгіп шығамыз. Бүгіп болған қамырымызды тапаға салып, печкеге 180-200 градуста пісіріп шығарамыз. Учпучмагымыз пісіп шықты, өте керемет, жұмсақ, нәзік. Мен каналымда құпия рецепттермен және қарапайым рецепттермен жасалатын тамақтарды сіздермен бөлісетін боламын.